Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың шұбар тауығы болыпты. Бір күн тауық жай емес алтын жұмыртқа тауыпты. Шал мен кемпір қатты қуанып, секіріп биелей кетіп, шал жұмыртқаны қасықпен ұрып сындыра алмапты. Сосын кемпір: «Ей шал, әкелші, мен де жарып көрейін» депті. Кемпір де жұмыртқаны ұрып сындыра алмап, тарсылды естіген тышқан іннен шығып үстелдің үстімен жүгіріп бара жатып, жұмыртқаны құйрығымен байқамай қағып кетеді екен. Жұмыртқа еденге түсіп жарылып қалады екен. Ол жұмыртқа кәдімгі жұмыртқа болып шығады. Сосын шал мен кемпір қатты уайымдап жылап шығады екен. Сосын оны көрген шұбар тауық: «Ата, әже, жыламаңыздар, мен сендерге алтын емес, жай жұмыртқа тауып беремін» депті. Көп кешікпей тауық бір себет ірі де тәтті де жұмыртқа тауып береді екен. Осылайша олар бақытты және ұзақ өмір сүреді екен.